Амансыздар ма? Болмыс студиясында әлеуметтік мәселелерді қозғайтын күн. Біз бүгінгі тақырыпты өмір күрес деп алдық. Ондағы біздің мақсатымыз шын мәнінде өмірдің әрбір күн үшін, әрбір минут үшін, әрбір секунд үшін күресіп жүрген жандарға арнау. Алдымен шағын сюжет көрейік, әңгімені содан кейін талқылайтын боламыз. Балалардың церебральды сал ауруы. Соңғы жылдары ең кең таралған аурулардың бірі болып отыр. Бұл ауру шала дамудың немесе онтогенезде мидың зақымдануынан пайда болады. Сал ауруы әртүрлі қимыл қозғалыс, психикалық және сөйлеудің бұзылуынан көрініс береді. Яғни бұндай дертке шалдыққан балалардың сөйлеу, ойлау қабілеттері төмен болады. Қалыпты дене жағдайын ұстай алуға қабілетсіздіктен және ерікті әрекеттерді орындай алмаудан да көрінеді. Қимыл қозғалыстың бұзылуы психиканың, сөйлеудің, көрудің, естудің, сезімталдықтың нашарлауына әкелуі мүмкін. Бүгінгі таңда ресми мәлімет бойынша елімізде осындай диагноз 14 мыңға жуық балаға қойылған. Мұндай балалар жыл сайын кем дегенде 3-4 рет ем қабылдап отырулары тиіс. Ал бұл ем алудан кейін науқастың жазылуына мүмкіндік бар ма? Сал ауру деген не? Ол емделе ме? Жалпы оны емдеудің қандай түрлері бар? Осы сұрақтар төңірегінде бүгін ой қозғайық. Біздің ортамызда арнайы мамандар да, балалары сырқат, адамдар да отыр. Әңгімені Ләззат өзіңізден бастағым келіп отыр. Екі балаңыз бірдей осы ауруға шалдыққан, қалай білдіңіз? Сәлеметсіз ба? Менің атым Ләззат. Үлкен қызыма неткенде, екі қабат жүргенде, бір айында угарный газ алғам, иіс алғам пештен. Врачтар маған айтқан, бала мүгедек болып туады деп. Қимай, енді біз неттік, енді қазір бізге 7 жас. Дәрігерлер ескертті? Да, они нас все предупредили. Когда мы из больницы, я вот после угарного газа пролечилась, в больнице вышла, нам сразу предупредили, что ребенок будет инвалид. Мы как оставили этого ребенка. Жүктіліктің алғашқы кезеңдері өте қауіпті кезең деп жатады ғой, жақсы түсінікті. Бірінші балаңыз сондай болыпты. Екінші балаңыз қалай шалдығып жүр? Ну, при беременности у нас было все хорошо. Все врачи говорили, все нормально, ребенок здоров. При родах мы получили травму. Роды были тяжелые у меня, и из-за этого я шею, как говорится, ушибила шею. И она у меня родилась почти черная. И потом она у меня начала уже постепенно, как говорится, голову держать. Но в 4 месяца мы отравились смесью. И у нас получилось кровоизлияние. Ребенок в реанимацию попал. И после реанимации мы поехали в Алмату на обследование. И там сразу сказали, что ребенок ушемление шейного позвоночника. Ребенок будет теперь, как первый ребенок, ДЦП будет. 4 айына дейін сонда айтпады ма? Айтқан жоқ. Нервопатологи говорили, все нормально. Но оказывается, у нас при родовой травме у нас риск был. Ортада бұл аурудың пайда болу жолдарын анықтап алайықшы. Бұл сонда мысалы 9 ай бойы құрсақта жатқан кезде ешқандай ештеңе білінбеген. Мысалы жүктілік кезеңінде 2 рет генетика тапсырамыз. Білінбей ме ондай кезде? Жалпы бұл қандай ауру, өз туа біткен ауру ма, жоқ әлде жүре біткен ауру ма? Бұл енді ДЦП-ның енді себептері өте көп. Негізінен алып айтқанда, қорытындылап айтқанда бірнеше түрге бөлуге болады. Біреуі тұқым қуалау сипатты. Ата-бабаларында болса ұрпақ аттап осындай балалар дүниеге келеді. Ол бір себеп.
тұқым. Екінші себеп іштегі кездегі инфекциядан болады. Инфекция көбінде бізде кезігіп жүрген инфекция цитомегаловируспенен, герпеспенен сол ана бала жүктілік кезінде инфекцияланған болса, баланың миы іштегі кезде дамуы тосқындылық ұшырайды. Іштегі инфекциядан болады. Аралары 2 жас, Аралары 2 жас. Газдан уланғанмын дейді біріншісі газдан уланғанмын деп отыр. Соның әсер ету мүмкін ба екінші балаға? Екінші балаға әсер етпейді ол. Бірінші баладағы іштегі кезде міндетті түрде әсер етеді, екінші балаға әсер ете қоймайды. Врачи сказали, 5 лет. Аралары 5 жыл болу керек деді. Бұл аралы 5 жыл болып, емделіп бірақ күту деген маған врачтар. Енді үлкен қызбен жүргенде лечениемен жүреміз ғой, енді білмей қалдым, шынымды айтсақ, білмей қалдым мен. Цитомегаловирус герпес тексерттіңіз бе өздеріңіз? Тексерттік. Қалай болып шықты? Жоқ. Отрицательный болып шықты. Түсінікті. Ал екінші бір себептер былай болады. Іштегі кезде баланың гипоксия болуы, тұншығуынан болады. Балаға инфекция жоқ, іштегі тұншығу кезі болады. Ол неме дегенде кіндік мойнына оралып қалған жағдайда. Іштегі баланың тұншығу жағдайы болады. Енді біреуі босану барысында. Босану әдетте бізде Қазақстанда америкалық методпенен дүниеге келтіріп жатыр. Кейбір нәрселерін біз өлі түрде көшіреміз. Қытайда 1,5 миллиард халық бола тұрса да, осындай ДЦП балалар жоқтың қасы. Не үшін Қазақстанда көп дегенде, Қытайда 6 сағаттың ішінде міндетті түрде толғақ келгеннен кейін босану керек. Егер 6 сағаттың ішінде босанбаған жағдайда ата-анасына ескертеді. Бала іште тұншығуы мүмкін, бала ДЦП болу мүмкіншілігі бар. Сол себептен міндетті түрде кесіртілігіне ұсыныс етеді. Бізде келетін балалар көбінде тіпті кейбіреуі 72 сағат, кейбіреуі 4 күнге дейін іште өзі босанады дейді, соныменен жатқызып қояды. Әзіргі ата-бабаларымыздың кезінде неге ДЦП бала аз, әзіргі біздің жас аналарда осындай балалар көп дүниеге келді дегенге сұрақ. Біздің ата-бабаларымыз тарихта көшіп қонып, шөптің тұнығы, жақсы ауа, экология бұзылмаған, сондай ортада өмір сүрген, аналарда күш болған. Босануға күш керек қой. Әзіргі біздікі экология бүлінген, аналарымыздың көбінде жаңағындай жүктіліктің алдында медосмотрдан өтіп, тексеріліп, мен балалы болуға дайынмын ба деген нәрсе жоқ. Мына кісі жаңа айтып өтті ғой. Біз міндетті түрде бірінші бала сондай болмайын, екінші баланы бүкілдей денелік тексеруден өтіп, генетикалық жақта, гинекологиялық жақта дайын болғанда ғана бала алуымыз керек. Үшінші бір жағдайда жаңа бала дүниеге келеді, дүниеге келгеннен кейін көп ата-аналар біле бермейді. Оған ата-аналар кінәлі емес. Көбінде біз медицина қызметкерлері кінәліміз. Не үшін дегенде бала дүниеге келгеннен кейін әдетте 20 күннің ішінде сарылығы қалыпты құбылыс. Ол биологиялық сарылық деп есептелінеді. Ал 20 күннен асқан балаларда ол патологиялық сарғаю болып есептелінеді. Ол кезде не үшін сарғаяды? Баланың денесіндегі билирубин жоғары болған жағдайда, әдетте 340-тан жоғары болған жағдайда, уақыты 1 аптадан артық уақыт ұстағанда тікелей сау туылған бала жаңа ДЦП болады. Сол себептен жаңағы 20 күннің ішінде сарылығы болған жағдайда міндетті түрде клиникаларға барып, билирубинді тексерткізіп, егер ол төмен болса, 60-70 болса, онда іштен кетпейді. Егер 340-тан жоғары болғанда міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгініп, тез арада билирубинді түсіріп, сарғыштығын жаңағындай кетіру керек. Сонда барып, сау баланы ары қарай аман алып қала аламыз. Біз оны 3 айға дейін сарлықпенен дәрігерге барады, өзі кетеді, күнге ұста дейді, ешқандай ем шараларын қолданылмаған. Сол себептен ата-аналарға айтатыным міндетті түрде осындай балалар дүниеге келгеннен кейін де сарлық болғанда міндетті түрде билирубинді тексеріп, педиатрдың көмегіне жүгіну керек. Онан кейін көп балаларды вакцина алудың алдында міндетті түрде егропатологтың көмегіне жүгіну керек. Егропатолог көріп, тоныстары жақсы, невролог жақта ешқандай проблемасы жоқ деп, жаңағыдай вакцина беруге рұқсат бергенде барып вакцина істету керек. Өзінің тоныстары жақсы болмай тұрғанда, оны тек қана педиатр көріп, детский егропатолог көрмеген жағдайда вакциналарды қойғанда, ол бұрынғыдан бетер, бұрын мойын ұстай алатын дейді ата-аналар келеді, сәл-сәл отыра алатын дейді, вакцинадан кейін сразу болмай қалады. Невропатолог отыр арамызда, өзі айтып берсінші, сіздер қалай, енді осындай неге қалай жіберіп аласыздар? Алдын ала тексерілмей ма, жоқ әлде анықталмай қала ма?
әлде жүре біткен ауру ма бұл? Қалай пайда болады? Қазір мысалы статистикаға жүгінетін болсақ, кейінгі кездерде көбейіп бар жатыр екен да. Мысалы 50 мың Қазақстанда 50 мың осындай сырқат бала бар десек, оның 10 мыңы дәл осы аурумен ауырады екен. Енді Талдықорған қаласында бізде бұл аурумен тіркелген 180 бала бар. 180 балада да осы диагноз анықталып қойылған. Яғни бұл диагноз 1 жасқа дейін қойылады. Өзінің бірнеше кезеңі бар. Алғашқы кезеңі ол 4 айдан 5 айға дейінгі аралықта білінеді. Келесі кезеңі ол жаңағы 6 айдан бастап 3 жасқа дейін. Ең кешкі кезеңі жаңағы 3 жастан кейін қойылған диагноз болып есептеледі. Енді бұл балалар туылғаннан кейін 2 айда жетпей бізге қарауға келеді. Невропатолог дәрігерге. Арнайы жолдамамен жібереді, жаңа туылған балалар. Келеді. Ол кезде, яғни балаларды қараған кезде алдымен жаңағы анасының шағымын сұраймыз, баланың қалай туылды бала, қандай әсер болды, жаңағы жүктілік кезінде ешқандай ақаулар болмады ма, бала өздігінен туылды ма, жаңағы мерзімі жетіп туылды ма, соның бәрін анықтай отырып, одан кейін баланың жаңағы жалпы қарауынан кейін ғана диагноз қоя аламыз. Яғни бастапқы 2 айға келгенде баланың қимыл қозғалыстарына көңіл бөлеміз. Яғни 2 айда бала басын ақырындап ұстау керек. Ішіне жатқызғанда қорғаныс қабілеттері болу керек. Басын көтеру керек. Басын көтеру керек, немесе 2 жаққа бұру керек. Одан кейін жаңағы белсенді 2 қолтығынан көтергенде бала аяғын тіреу керек. Және де ішіне жатқызып, ақырын ғана қолмен итергенде бала алдыға қарай жүру, еңбектеу рефлекстерін жасау керек. Егер осындай белсенді қозғалыстар болмаса, онда бұл балаларға бірден, яғни диагноз қойылмайды, церебральды сал ауру қауіп тобына кіреді. 1 жасқа дейін бұл балаларды бақылап, яғни емдеу жүргіземіз. Есепке алып қоямыз. Есепке алып қоямыз, иә. 3 айда 1 рет бұл балалар жаңағы белсенді ем алады, массажын алады, жаңағыдай гимнастикасын алады, және егер қосымша керек болса, жаңағы дәрілік заттар. Ол қан айналымын жақсарту үшін, кейбір балалардың жаңағы қимыл қозғалыстары бейберекет болуы мүмкін, соны басу үшін, кейбір балаларда бұлшық еттерінің тонусы жоғары болады, соны кішкене басу үшін дәрі-дәрмектер беріледі. Соның фонында, яғни 1 жасқа дейін баланы бақылаймыз. Осында ем алдыңыздар ма сіздер? Массаж ОПК ма? Алдық. Алып жүрміз даже қазір. Оңалу бар ма? Қазір біз осы Талдықорған қаласында оңалту центріне барып жүрміз. 2 қызым да барып жүр. Сол жақта Жоқ, мысалы бала туылған кезде дейді 1 жасқа дейін ол есепке алынады дейді. Одан кейін жаңа айтып жатыр ғой, массажға жібереміз дейді, арнайы емдерін қабылдаймыз дейді. Осы емдердің бәрінің сатысынан өттіңіздер ма? Өттік. Бәріне. Оң нәтиже бар ма? Ақырындап болып жатыр. Жалпы Мақсат аға, енді өзіңіз 20 жылдан астам, осы 21 жыл, 21 жылдан бері сал ауруы туралы зерттеп жүрсіз, зерттеп біліп жүрсіз. Жалпы бұл жазылатын ауру ма, емдеуге келетін ауру ма? Мысалы, медицина мамандары емделмейтін диагноз деп жатады. Бұл енді осыдан 15 жыл бұрынғы дейін негізі жақтан өмірлік инвалидқа жібереді дағы, бұны емделмейтін сырқат ретінде қарайтын. Бертіндегі 15 жылдан бері емдеу өнімділігі болғандығы себепті түрлі түсті дәстүрлі медицинада емдей бастады. Баланың миы 8 жасқа келгенде ересек адамдармен бірдей дамып кетеді. Сол себептен ата-аналар ертерек егеробутологқа барып, ертерек диагноз қойып, 8 жасына дейін емдетіп қалса, емдеу нәтижесі көрнекті болады. Ал 8 жасынан кейін емдеткен жағдайда емдеу нәтижесі болады, бірақ 8 жасына дейінгідей жақсы болмайды. Мен айтатыным, қазірге дейін мен осы Қытайда 17 жыл жұмыс істедім, Қазақстанда 6 жыл, 6 жылда Алматыда 1200 бала, ДЦП баланы емдедім. Осының 72-сіне тұсаукесер жасадым. Былайша айтқанда 10%-ға аяғынан тұрды, ресми түрде жүрді. Бұның емдеу әдістерін негізінен қолданғанымыз, бұл балалардың бірі жеңілірек түрі болса,
екіншісі бала кішірек болған жағдайларда, үшіншісі ата-анасы сәйкестеп бізден емделіп кеткеннен кейін үйде өзі әлфкасын, өзі масшасын ешқашан қалтырмай физиотерапияларын жасап тұрғанда нәтиже болады. Ал енді мен Алматыда енді бірі қымбатшылық, екіншісі Талдықорғанда да ДЦП бала өзіміздің кәсіптес айтқандай көп болғандығы себепті Жетісу медицина орталығы деп центр құрғанбыз. Сода әзір 2 бала келіп отыр. Мына Айым. Ол Айым әзір бізде бір курс салғанда жүрді. Оның алдында сәпсем жүре алмайтын бала. ДЦП менен диагнозы қойылған. Енді біреуі Жанел деген бала отырған жерде, бұл бала ДЦП менен диагноз қойылған. Негізі жақтан жаңа жүйкенің зақымдар болуы, бала сөйлей алмайды, аутизмі де бар, судорогасы да бар болатын. Әзір 3-ші курске келіп отыр, бұндай отыра алмайтын. Бала мазасыз, бір светофорға да қарамайды, не машинеге де қарамайтын. Қазір қосып сөйлей алатын болды, айтқанын дұғат, светтердің түстерінің барлығын ажыра алатын болды. Мен мұнда айтайын деген, бұндағы негізгі ем болып отырған дүние иненің көмегі. Сіздер инемен емдейсіздер? Инемен емдейміз. Массаж жасаймыз. Массаж жасағанда да тошный массаж. Тошқыларын тітіркендіріп, нерв түйіндерін тітіркендіріп арқылы. Оның кейін бізде миды емдеу аппараты бар. Мидың клеткаларын жаңағыдай ол Қытайда зерттелген, Қытайда қолданысқа болғалы да 30 жыл болған. Оның кейін жаңағы әлфкасы бар, онан шөп дәрілермен емдейміз. Ми клеткаларын тітіркендіріп ояту үшін. Сіздер қанша жасында емдеуді бастадыңыздар? Жалпы туа біткен ауру ма еді, сіздерде қалай еді бұл? Бізде туа біткен ауру емес, бала 1 жасқа дейін полноценный бала болып өсті. Сонан кейін біз прибывка дейді ғой, соны алған кезде невропатолог кісі айтқандай мойын ұстайтын, содан кейін ұстамай қалды өзі. Реанимациядан шықтық. Содан біз қараттық, Алматыға да бардық, Астанаға да барып қарап жүрдік баланы. Содан бір күні Мақсат ағаны кездестірдік, осы телевизордан болды, осындай. Соны Алматыға барып 2 курсын алдық. Әзір жақсы, 3-ші курсын біз осы Талдықорғандікіміз, өзімізден ашылды, жақын. Осы жерден алып жатырмыз. Ағаға рахмет, қол аяғына дерт бермесін, осындай балаларға жақсылық жасап отыр, көп істей берсін. Екпеден екен дәрігерлер өздері мойындады ма? Жоқ, біз білмедік ол кезде. Біз енді медицинамыздан біліміміз төмен ғой, біз енді Құдай Алла тағала жалатты ма деп білмедік біз екпе екен. Екпеден екен қайдан білдіңіздер? Бізге кейін айтты, АКДС салыңдар ма? Біз айтамыз ғой тарихын, болған жағдайын бәрін. Сол кезде сөйтіп айтты. Қанша жасынан бастап? 3-ші балам. Қанша жасынан бастап емдетуді бастадыңыз? Біз 10 жасынан бастап емдеттік. 10 жасынан бастап емдеттіңіз, онда нәтиже бар, Нәтиже бар. Жалпы екпеден де бұндай ауруға шалдығып жатады дейді. Ол екпеден деп айтуға келмейді. Өйткені балада сондай жаңағы біздің кәсіптесіміз айтқандай тонустар дұрыс емес, мойын ұстай алмаған сондай жағдайда жаңағындай екпені салған жағдайда бұл ауырласады. Ол екпеден болды деп айтуға келмейді. Сол кезде екпе салмаса, мүмкін бұдан жеңіл болар еді деген гәне. Демек, екпені салудың да өзінің бір кезеңдері болады, солай ма? Тонустар дұрыс болмайды. Жаңағы бағдарлама бойынша белгіленген күнтізбе бойынша салынады. Оны қалай мысалы ата-ана оны қалай анықтайды? Яғни жаңағыдай қозғалыс қимылдары немесе жаңағыдай жетілудің жаңағы тежелуі бар болса, жаңағы қауіп тобына жатқызып тіркеуге алып 6 айға дейін балаға екпеден жаңағыдай противопоказание, яғни қарсы көрсеткіш ретінде мерзімге береміз 6 айға дейін. Тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Мәселен, екпе жасардың алдында мынандай айтады да, бала жөтеліп тұрса, қызуы көтеріліп тұрса, екпе жасауға болмайды деп жатады. Сондай кездерде мүмкін екпе жасап, соның әсерінен осындай болып қалуы мүмкін бе? Яғни қызудың көтерілуі, жаңағыдай тұмаудың болуы, ол баланың организмі әлсірететін жеке вирустық инфекция. Ол жаңағы екпеге қарсы көрсетілген болады. Оны яғни педиатр дәрігерде, біз невропатолог дәрігерде білеміз. Ондай жағдайда ешқашан екпе жасалмайды. Тек бала толық жазылып, 2 апталық жаңағы толық жазылудан өткеннен кейін барып бірақ жасалады екпе. Тағы да бір кейіпкеріміз туралы сюжет бар. Экранға назар аударайық, одан кейін тақырыпты жалғастырамыз. Бұл Айым Қасымбек.
ол туа біткен сал ауруына шалдыққан. 6 жылдан бері айықпас дертпен күресіп келе жатқан кейіпкеріміз өздігінен жүргісі келеді. Алайда оны емдетем деп ата-анасының апармаған жері жоқ. Облысымыздағы медициналық мекемелерді айтпағанда, еліміздің бас қаласы Астанада да болып келіпті. Басында Астанаға апарған кезде бізге айтты профессор, бұл бала ДЦП негізі емделетін ауру, ол үшін күресу керек деп, сіздер барларыңыз салып, сол балаларға өмірлеріңізді арнаңыздар деп. Міне қазірге дейін қолда аяққа тұрмай жүгіргісі келеді, мысалы, кішкентай ғой бала. Енді ана болғаннан кейін баланың арманын орындағын келеді. Бүгінде Айым 6 жастан асты. Ойы зерек, арман асқақ кейіпкеріміз дәрігер болуды армандайды. Өзім сияқты балаларға көмектескім келеді дейді. Алайда оған ауру шіркін мүмкіндік берер емес. Құрсақта жатқан кезде ондай ешқандай қауіп қатер төніп тұрған ешқандай білмедім. Себебі өзім соңғы курс оқып жүрдім, 4-ші курста ЖУГда. Жақсы жүрдім. Қуанышты сәттер көп болды. Жолдасым қызықты жерлерге алып баратын, комедия көретінбіз. Бала құрсақта жатқанда жақсы сөзі көп естісе, сондай жақсы болып дамиды деп айтады ғой. Сол сияқты бірінші тұңғышымыз болғаннан кейін жақсы болса екен деп, саналы, денсаулығы мықты нәресте дүниеге келсе екен деп, сондай атсалысқанбыз. Бірақ та енді өкінішке орай кішкене шала болып туып қалдық. Детайлы болып туып та сонымен. Туа салғанда 9 айға дейін мен білген жоқ. Өйткені кішкентай болды да, көмегі де ешқандай неге зәру болған жоқ. 9 айында бізге больницаға барған кезде айтты, осындай жағдай, осылай ДЦП деп. Айым қазір қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Асар фитнес клубына барады. Онда жасалған жаттығулар мен массаждың арқасында нәтиже жаман емес. Айымның жүрем деген арманы алға жетелейді. Анасы Айнұр мен қызы басқа да мүмкіндігі шектеулі жандардың аяғынан тұрып кетуіне өңірімізде иппотерапия ашпақшы. Алайда қолдың қысқалығы оны бұл арманнан алыстатып отыр. Жетайлық болып туылғанмен, бірақ 9 ай бойы сіздер сонда ешқандай дәрігерге қаралмадыңыздар ма? Қалай анықтай алмай қалды, мысалы 9 айға дейін? Дәрігерге қаралғанбыз. Басында білмеді ғой деймін, енді өзім де білмедім. 7 айлық болған соң солай дамуы солай болу керек шығар деп ойладық. Невропатологтар қарады, тонус бәрі жақсы деп, содан 9 ай толған кезде барып ол кісілер ДЦП деген диагнозды қойды бізге. Сол ДЦП-ны қойғаннан бастап, міне қазірге дейін бір жатқан жоқпын. Ең біріншіден Аллаға шүкіршілік етем. Бізге күш қуат беріп, қазір енді Аллаға шүкір жақсы, ол деген тыңбай еңбектің арқасы. Жалпы бұл қыздарға, балаларға емдік шаралары қалай жүргізіледі және емделеме? Әдетте мына балаларды бір дауалау мысалы, Айым деп алайықшы. Айым бір дауалау курсын бізде алды 15 күн. 15 күннен кейін әдетте 1,5 айда екінші курсқа келу керек. Оның бәрі біраз ақша. Сол себептен 2017 жылы 1 айдың 1-нен бастап жекеменшік клиникалар менен өкімет клиникаларының барлығы бірдей дәрежеде тендерге қатынасып, бірдей дәрежеде осындай емдік шараларды қабылдауына мүмкіндік береді деген саясат бар. Сол себептен біз де осыға дайындалып жатырмыз. Ата-аналардың ерекше жағдайы болмағанда есептей беріңіз. 1,5 айда бір реттен болғанда 1 жылда 8-9 рет келу керек. Бір емдік курсы қымбат па? Бір емдік курсы әдетте Талдықорғанда сол 80-90 мың теңгенің айналасында болады. Бұл балаларға неше емдік курс? Бір жылда 7-8 курс ем алу керек. Сол себептен егер мемлекеттің жаңағыдай көмегіменен қаралатын жағдайда кейбір ата-аналардың енді жүріліп, енді жақсы болғанда ары қарай емделейін десе ақшасы жоқ. Жағдайы келмейді.
Сол себептен мен жаңа мемлекеттің жақсы саясатынан пайдаланып, екінші жақсы ниетті қолында бар азаматтар осындай балаларға көмектессе, қол ұшын берсе, біз болып, ата-ана болып, қоғам болып күрессек, бұл балалар жақсы болады деп сенемін. Әрине, құба-құп. Енді мына балаларға қазір студиямызда қазір емдік шараларын жүргізе аламыз ба? Жүргізе аламыз. Бастайық? Айынан бастайық. Бері ғой. Болды, жыламен, все. Болды, жыламен, болды. Қолын ұстап тұрыңыз, басын ұстап болмасын. Ине қойдыңыз ғой, сөзде арнайы нүктелері бар ма? Өзінің нүктелері бар, жаңағы өзінің тексеру нәтижесі негізінде қойып отырмын. Бұл енді бірінші күн, екінші күн жылайды, оның кейін балалар негізі жыламайды. Үйреніп кете ма? Үйреніп кетеді. Бірақ иглотерапияны сәл байқау керек, мне кажется. Потому что өйткені ғылыми кісі білмесе, өз жұмысын жақсы білетін адам. Өйткені ол кейбіреуге жақын ем береді қасиет, кейбіреуге дұрыс салмағандарда да тоже кедергісі де бар. Өйткені мен енді залым бар, фитнес-клуб Астар деген, ол естіген шығарсыз. Иә. Бізге кеп жатады, кейбіреуге көмектеседі енді. Кейбіреулерге аяқтары арықтап жүрген кісілерді көрдім енді. Просто ондай нәрсе енді тексеріп барып, сертификаттарыңызды көріп, или шын айтсам, байқаусыздан қарау керек кішкене. Арнайы мамандар, өткен жаңа Мақсат ағамыз да айтып отыр ғой, нүктелері бар деп. Бастың нүктелеріне ғана салу керек деп. Өйткені ол ине барған сайын бір жағын нервті өлтеді, қасындағы да оятады. Системасы солай өзі. Мүлк кетсе, қиын болады. Сразу деп бәр иглотерапия деген көп. Бірақ оны байқау керек. Ініміздің айтқан өте дұрыс, өйткені ине деген нәрсе ол жалпы адам денесінде 706 түрлі точка бар. 706 түрлі точканың ішінде 67-сіне ине салуға тыйым салынған. Соның ішінде 23-не ине салатын болсаңыз, не кем болады, не адам үстінде өлуі мүмкін. Сонда сіздер бұны арнайы оқисыздар ма? Бізде шығыс медицинасында негізінен ине терапиясы бір ғана емдеу түрінің бір түрі. Оның үстіне шөппен емдеу де бар. Сонда арнаулы жаңа инені емдеу үшін біз 6-7 кітап оқимыз. Онан өткеннен кейін барып, жаңағындай саған диплом беріледі. Бұл инелер жай ғана темір ма? Бұл енді медицинаға арналған темірден жасалған. Жоқ әлде арнайы бір дәрісі бірдеңесі бар? Жоқ. Ондай емес. Бұрын бұның атын көбінде Қазақстанда қабылдайды алтын ине деп. Оның қасиеті алтын. Емдік ролы алтын. Өз алтыннан жасалмаған. Тарихта бұрын патшалар, бек, сұлтандар алтыннан, күмістен жасатқан екен. Бірақ қазір заман басқа, медицинада қолданылатын, бір рет істетілетін, тот баспайтын инені пайдаланамыз. Түсінікті? Енді мына баланың немересіне енді жалпы орташа ДЦП-ның. Бұл баланың енді жасы да біраз неме етіп қалған екен. Негізінен алып айтқанда жүйкенің жаңағындай немересінде зақымдар болған. Немене былайша айтқандай жүйке жүйесінде зақымдар болған бұл бала. Көбінде бағанағы Жанел деген балада осы балаға біраз келеді. Мына емдеу аппаратын әзір істетіп көрейік. Бұл балаға да жақсы көмектеседі. Жүргіздер, студияға көтерлік. Бұл қандай аппарат аға? Өзіңіз айтып өтсеңіз. Бұл аппарат негізінен алып айтқанда ми клеткаларын тітіркендіріп, ми клеткаларын оятуға көмектесетін аппарат. Бұда бір қанша түрлі қасиеті бар. Оның ішінде мына функцияларында айтылады. Біреуі ДЦП-ға пайдаланылатын функциясы бар. Енді біреуі судорога балаларға пайдаланылатын дейді. Енді біреуі мидың жаңағындай сырттай зақымдар болып, ересек адамдарға да қолданылатын негізі. Соған пайдаланылатын, оның кейін ұйқысыздыққа, оның кейін инсульттан кейінгі жаңағы бастың ауруы және беттің сал ауруы, солардың барлығына жақсы көмектеседі. Бұның да бір дауалағанда 20 минут отырады. Бір дауалау күрсісі онда 15 күн. Емдеу өнімділігі өте жақсы.
балалар бірінші ретінде енді қалыпсызданып жаңағыдай шыдамайды, оның кейін екінші, үшінші күннен бастап үйреніп кетеді. Емдеу өнімділігі өте жақсы. Аружанды, мысалы Аружанның жаңағы енді жағдайын көріп отырсыз ғой өзіңіз. Орташа деп баға бердіңіз, Бұны енді бұндай балаларда әдетте 2-3 курсында нәтижесі көрінеді. Қарайда 6-7 курс лечение алғанда бірісі ұйқысы жақсарады, екіншісі жаңа мойын ұстай алатын, отыра алатын, оның кейін тіпті жүру мүмкіншілігі де болуы мүмкін. Бірақ ДЦП балаларға ешбір адам гарантия бере алмайды. Бірақ мен ойласам, жаңа тамырын ұстап көрдім, бұл баладан үміт бар. Емдеуге болады. Әумин, үміт алға жетелесін. Мен ана баланы көрейін, сонан соған массаж жасап көрсетіп берсін. Жағдай қалай екен, аға? Бұл баланың жағдайы негіз жақтан жүйке жағындағы немес ана баладан жақсы. Негіз жақтан жаңағы қол аяқ, оның кейін мына мойын ұстай алмау. Бұл баланың негіз жақтан МРТ пленкасын көру керек. Бұл баланың миышығы зақымдар болған негіз. Мына балаға әзір біздің массаж жігіт массажын жасап берсін. Қорқпа. Жалпы массаж дейміз ғой, бұл қанша уақыт жүретін? Массаж 20 минут. 20 минут массаж жасау керек, 20 минут аппаратпен емдейміз, 20 минут әдетте мына инені жарты сағатқа дейін созамыз. Қанша уақыт ұзақ болған сайын сонша жақсы. Баланың жағдайына байланысты. Кейбір балалар жылап мазасызданса 10-15 минутта да алып тастаймыз. Енді айымдар сияқты отыратын болса 40 минутқа дейін созуға болады. Жаңа ана баланың тілін көріп отырмын ғой. Бұл баланың іште ыстық. Шығыс медицинасын айтады, іште ыстық болып тұрды. Бауыр мен көк бауырды ыстық. Сондықтан енді о балаларға әдетте біз шөп дәрімен емдейміз. Қалыпты жағдайда аптекада да сатылады. Жалбыз жерде жан қалады дейді ғой қазақ. Мына балаға жалбыз керек, іштегі ыстығына енді аптекадан алып ішкізсе өте жақсы көмектеседі. Арамызда қазір халық емшісі де отыр. Сол кісіден сұрап көрейік, жалпы осындай ауруларды сіздер емдеп көрдіңіздер ма? Сіздерге келіп қаралғандар бар ма? Бізге де осындай балалар жиі келеді. Енді бізде енді бір ауылдан келген Қасиет деген кішкентай баламыз болған. Қазір енді ол баланың 7 жасқа келіп қалды. 3 жастан бастап әкелген болатын. Ол кезде ол бала мүттем отыра алмайтын да, домалап жата беретін. Соны өте мазасыз бала болатын. Сөйлеу қабілеті де төмен болатын, сөйлеу жоқ десе де болатын. Мен жаңа жестпен ғана көрсетеді, басқадай ешқандай жаңағы не талпынысы жоқ, әшейін домалап жата беретін бала болған. Жаңа мына кісілер айтқандай, бізде де сол сіздер қалай емдейсіздер? Шөппен емдейміз. Жаңағы Мақсат бауырымыз айтқандай, жалбызды жерде жан қалады, ерменді жерде ер өлмейді деп баланы сол жаңағы ваннаға саламыз шөппенен. Содан кейін мысалы бәріне түсе бермейді. Әр баланың мысалы жүйке тамырларына, мынау жұлын несіне зақым алған болса, нерв жүйелеріне мал соғанда малдың терісіне салып орап, қазақи енді терге салып баланың денесі босап терлеп, мына суықтар денеді жүйкедегі жаңағы қысымдарды босатып бала терлейді. Содан кейін жаңағындай сол шөп ваннасына салып, одан кейін көбіне жаңағыдай массаж. Енді массажды бұл кісілерге де барса уақыт шектеулі ғой. Бізде де сондай, бірақ ата-анасына көрсетеміз. Былай күнделікті жаңағы не осы доғдырға немесе жаңағыдай осындай тәуіптерге сеніп кетіп, өздері үйге барғанда салақсып кетпей тірлігіменен балаға мұқият кәдімгі сол емді арғалай жалғастыру керек. Күнделікті таңертең тұрғаннан кешке дейінгі уақыттарда босай қалғанда баланы соған қалыптаса, баланың өзі соған талпынады. Өйткені қатарында келе жатқан балаларға қарап баланың ойлау жүйесі бәрі жаңағындай талпыныс пайда болады. Дерт берген жерге шипа береді дейді Алла Тағала, іздеп көзін тапса. Сіздерге келіп емделіп кетіп жатқандар бар ма? Бізге келіп емделіп бір талай деп айтам, енді саусақпен санаған емеспен, осынша 15 жылдың ішінде бір талай балалар келді. Бірақ ол жылдар бойында бір күнде емделіп кетпейді. Bir жылда бірнеше мәрте сөйтіп келіп кетеді. Облыста жалғыз ғана оңалту залы бар, Асар. Елдос, оның аға директоры Елдос отыр, өзіңіз айтып өтсеңіз. Мен енді өзім шейная травма позвоночника, у меня С6 перелом был капресной. Мамам
ары бері апарды енді. Енді ана деген қалай ол қасиет? Бала үшін любой жан береді. Шынын айтсақ, тауға көтеріп апарсың, тауға көтеріп апарады. Енді қалай айтсам, енді мен түсінген бойынша мен де талай жерге барып емделгем енді. Мен түсінген бойынша мекта комплекс керек, на самом деле комплекс ол көбінесе адамдар неге унывать етеді. Өйткені массаж алады 10 күн үйде қол қояды баласын. Ол жетпейді. Оған комплекс ол массаж да керек, және ЛФК-сы да керек, упражнениесі да керек, ипотерапия да керек. Упражнение арқасында айтпаймын, шауып кеттім, жүгіріп кеттім қат. Бірақ шүкір үйдің ішінде ескі алымда мен жүре бастадым. На самом деле ол оңай зат емес, еңбектеуді тынбай еңбектену керек, еңбектену ол адам өзіне байланысты. Демек сонда сіздердің жаңағы жаттығу құралдарыңыз әртүрлі ауруларға байланыстырып алына ма? Әртүрлі болын опорно-двигательный аппарат страдающий на самом деле. Это заново учиться ползать, заново учиться стоять, заново имитация ходьбы. На самом деле это не один день, на самом деле это постоянная нагрузка. И ұзақ уақыт емделеді. Рахмет, Елдос. Қазір біздің ортамызда енді оңалту орталығының мамандары да отыр. Жалпы сіздерге көп келе ма? Бұл жаттығулар қалай жүргізіледі, сол жайында айтып өтсеңіздер. Біздің мекеменің бір ерекшелігі, бұл жерде балаларды жаңағы жылдап қараймыз. Ертеңгісін газельмен алып келіп, кешке жақын қайтарамыз. Балас жаңағы жылдар бойы бізде ем алады. Тегін ба? Ем емес, жаңағы оңалту алады. Тегін өкіметтің жаңағы мемлекеттік мекеме бізде тегін, бір жағынан ата-аналарға да көмек, екінші жағынан балаларға да үлкен көмек тиіп жатқан мекеме. Жалпы осы ауруды емдеудің тағы бір жолы бұл ипотерапия дейді. Сіздер қалай ойлайсыздар, не дейсіздер? Ипотерапия бұндай диагнозды алған балаларға өте жақсы әсер етеді. Өйткені жаңағы жылқы жануарының өзінің жүрісі балалардың, яғни адам жүрісіне ұқсайды. Бұндай балалар аттың үстіне отырған кезде өздігінен жүргендей әсер алады. Яғни баланың денесіндегі бүкіл бұлшық еттер қозғалады. Жалпы бізде бар ма қазір ипотерапия деген? Ипотерапия, яғни бізде атпен емдеу, бір ғана жалғыз орталық бар, бірақ онда көбісі балалар бара алмайды. Неге? Өйткені ол жаңағы мемлекеттік емес, жеке меншік болып табылғандықтан көбісі ата-ананың жаңағы несі материалдық жағдайы көтере бермейді, өзіңіз айтып өтіңізші, Айнұр, сіз өзіңіз осы істі қолға алмақшысыз, не кедергі болып жатыр? Ипотерапияны біз Астанада екінші жатып келген кезде 2004-те сол жердегі қадам бөлімінде меңгеруші болып жүрген тәтеміз айтты, үлкен кісі. Кішкентай кезден өзі де сал ауруына шалдыққан екен, ол кезде ондай болмаған аурулар көп. Сонда әкем мен осы аттың үстінде өсірді дейді. Аттың үстінен қазір енді ол кісіден мүлдем айтпайсың ондай ауруға шалдыққан екен. Содан бастап мен өзіме құлантаз айығып кеткен бе? Айығып кеткен, Қызыңызды да дәл сондай атпен емдегім келеді. Дәл сондай ем қолданғыңыз келеді. Бізде кездесу өтті, Бауыржан Оспанов ағамызбен. Сол кісі маған үміт отын жаққандай болды. Маған инесін ала береміз ғой деймін. Жылқы сыйлады. Осындай балаларға көмектескіңіз келсе, мен де сізге көмектесейін деп, Алла разы болсын ол кісіге. Маған сол аттарды сыйлады. Енді қолыма ат жетті. Енді ол аттарды орналастыратын және де балаларды отырғызып, осындай ДЦП балаларды отырғызып емдейтін шағын не керек бізге? Жер керек. Жер болса деймін, жоғарғы ағаларымызға айтарым. Бізге көмек керек негізінде. Енді біз бұл ұсынысты жаңағы қалалық әкімдік өкілдеріне құлақ қағыс ретінде айтайық. Мүмкін ол кісілер де көмектесе жатар. Ауырып, еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Біріншіден айтатыным, жас ата-аналар жүктіліктің алдында медициналық көмектерге жүгініп, денсаулығы дұрыс
деген көрсеткіш бергенде президенті болуды ойласа, екіншісі ертерек диагноз қойғызып, ертерек емдесе, ДЦП балалардың жазылу мүмкіншілігі өте күшті. Онан кейін мен бір айта кетейін дегенім, мына екі балалардың жағдайын қарай отырып, біздің осы Жетісу медицина орталығынан екі балаға бір курс тегін ем беруге мен сөз беремін. Бәрекелді, рахмет аға. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздерге рахмет. Невропатолог біздің танып отырмыз, біздің ылғи да бізді қарап жүреді. Мақсат аға, сізге де рахмет. Сіздерге Алла разы болсын, күш-қуат берсін. Барлық адамзаттарға тек жақсылық тілеймін. Кейіпкерлеріміздің түйін сөзімен бүгін хабар тамамдаймыз. Аман болыңыздар.